Құрғақ терінің жағымсыз жақтары көп. Оның себебінен бет терісінде ақ қабыршықтар көрініп тұрады және ол кейде қышиды. Егер оған уақытында күтім жасамаса, әжім ерте пайда болады. Құрғақ, босаң теріде қажетті ылғалдың жоқтығын көрсетеді. Мәселен, қарапайым ғана суды көп ішпеудің өзі осының бірден-бір себебі бола алады. Әр жуынған сайын тері одан сайын құрғап, әжімденіп кетеді. Ол жылтырамайды және жиі әрі тез жараланып кетеді. Күн, жел, ыстық ауаның әсері құрғақ теріні айналып өткен емес. Онымен қоса спирт, опа, ағартқыш, сықпа майларды қолданылатын косметикалық процедураларға көп әуес болмау керек. Таңертең және кешкісін бетіңізді тазартып жуып, құрғақ бетке арналған ылғалдандырушы кремдер жағуды әдетке айналдырыңыз. Егер тері қатты тырысып қабыршақтанса, табиғи майлардың арган, авокадо және жажоба сияқты бірін алып 2-3 тамшыдан тамызып, түнгі кремнің үстінен жағыңыз. Аптасына 1-2 рет маска пайдаланыңыз. Ол үшін қымбат маска сатып алудың қажеті жоқ. Себебі ылғалдандырушы және қоректендіруші маскаларға қажетті ингредиенттер үйден де табылады. Құрғақ теріге арналған банан маскасы. Бананнан құрғақ теріге арналған маска жасау үшін оның біреуін шанышқымен езіңіз. Оған 1 шай қасық зәйтүн майы және 1 жұмыртқаның сарысын қосыңыз. Осы ингредиенттерді жақсылап араластырып, алдын ала тазартылған теріге жағыңыз. Маска бетіңізден жылжып ағып кетпеу үшін оны жатып жаққан жөн. Оны 15 минуттан соң салқын сумен шайып тастап, бетіңізге крем жағып қойыңыз. Бұл процедураның жағымды әсерін созу үшін ұйықтарда жасаған дұрыс. Сүзбе маскасы. Оны дайындау үшін 2 ас қасық сүзбе, 1 ас қасық сүт және 1 ас қасық сұйық бал қосыңыз. Осы ингредиенттерді араластыру арқылы күшті қоректендіруші маска жасайсыз. Оны бетте 25 минут ұстап, жылы сумен шайып тастау керек. Тері құрғауына егер дәрумендердің жетіспеушілігі себеп болса, А және С дәрумендеріне бай азық-түліктерді тамақ рационына көбірек қосу керек. Ал егер құрғақ тері жас ұлғайған кезде пайда болса, онда косметикалық препараттардан бөлек теріде ғана емес, бүкіл организмдегі судың жетіспеушілігі орнын толтыру керек. Яғни күн сайын 5-6 стақан су ішіп, ылғалдандырғыш кремдер жағады. Осы аталған пайдалы ақпараттар ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.